Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін ИП ТО ашу сабағы болады. Біз қазір ТО-ны қалай ашу керек екенін үйренетін боламыз. Ол үшін Яндекс болмаса, Mozilla болмаса Chromeға кіресіздер де, сосын YouGov деген порталға кіресіздер. Мінекей YouGov порталына. YouGov порталына кіріп, өзіңіздің вход на портал деген басасыздар, ECP дегенді. Сосын сертификат таңдаймыз. Ол сіздің соннан алған ECP ключіңіз, электронды цифровой подпись. Мінекей біздің электронды цифровой подписіміз қазір ашылды. Ишматов Сардор Акбарханович. Енді осы жерде қалай ТО-ны енді қалай ашамыз? Сіз ECP-ны ашқаннан кейін, личный кабинетке кіргеннен кейін, қайтадан мына жаққа YouGov порталына главный страницаға шығамыз. Басты бетке шығамыз. Мына жақта біз қазір өзіміздің атымызбен кіріп тұрмыз. Мына жерде гражданым и бизнесу деген бар. Сол бизнес дегенді басамыз. Сосын регистрация и развитие бизнеса. Регистрацияны басамыз. Одан кейін мына жерде государственная регистрация, юридическое лицо, учетная регистрация, их филиалы, представительства. Осыны басамыз. Одан кейін барып, осындай страница ашылады. Содан кейін заказать онлайн услуги. Өйткені біз онлайн ашайын деп жатырмыз. Сол үшін онлайн услуги дейміз. Қазір ашылады. Мінекей, пожалуйста, жрите дейді. Государственная регистрация, юридическое лицо, учетная регистрация, филиалы, представительства. Енді біз ТО-ны ашатын кезде уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности для субъектов малого предпринимательства, а мына жақта для субъектов среднего предпринимательства. Біз малый предпринимательствоны таңдаймыз, өйткені бізге кішігірім шағын бизнес болады. Форма организации, юридическое лицо. Организационная правовая форма ТО, товарищество с ограниченной ответственностью. Енді названиясын жазамыз. Аты. ТО-ның аты қалай болады? Біздің ТО-ның аты Акбар сервис групп болады. Қазір көрейік. Акбар қана? Проверка произведена успешно. Егер проверка произведена успешно десе, значит, бұлай дәл осылай ат әлі ешқандай ТО-да жоқ деген сөз. Бұл новый. Бұлай ешкім тіркелмеген әлі. Сол үшін бұл осы ат бос. Осылай қалдыратын болсақ, дәл осылай қалдырасыз. Біз мынаны көшіріп аламыз. Мына жаққа қоямыз. Окей. Мына жаққа да қоямыз. Болды. Енді астына түсеміз. Келесі, мына жаққа ешнәрсе жазбаймыз. Руководитель дейміз. Енді біз руководитель, директорды таңдаймыз қазір. 95. 16. 300 мыңда 4 тана аламыз. Мінекей, директор таңдадық. Енді учредитель, номер решения 1, дата решения бүгінгі числоны таңдайық.
Енді добавить учредитель. Енді қараңыздар, сіздер осы жерде учредитель өздеріңіз болып, руководительге басқа адам сайлауға болады. Болмаса учредительге басқа адамды сайлап, өздеріңіз директор болуға болады. Сол үшін сол жағы естеріңізде ұстаңыздар. Болмаса учредительде, директорде, руководительде бір адам болуға болады. Біз бір адам қыламыз екеуінде. Так, действует типом уставу. Да. Регистрация качества плательщика НДС. Нет. Енді местонахождение юридического лица. Местонахождение көреміз. Собственно, недвижимость деп көрейік. Собственно, недвижимость жоқ екен. Егер осы адамның атына үй болатын болса, онда собственно, недвижимость деген кезде шығу керек. А біз арендуемый недвижимость деп айтамыз. Сөйтеміз, адрес таңдаймыз. Адрес қандай еді? Шымкентке кіре ма? Қаратау? Қаратау. Сосын? Қазір бір минут. Сен айтып тұр ма? Сайрам, я? Сайрам, қазір таңдаймыз. Сайрамский шоссе ма, не о? Жилой массив па? Мен мына арып солай емес па, Сайрам ауданы дейді. Қаратау ауданы, Сайрам массив шоссе шар. Номер қандай? 40. Так, адрес не найдено дейді. Жилое помещение, номер помещения. Не найдено. Так, қайтадан. Көше бар ма, көше? Сыдықметов Шадманбай деп жазылған көше. Қайсы? Сыдықметов Шадманбай деп жазылған көшемізде. Сыдықметов. Қазір. Сыдықхан ата ашар? Жоқ, Сыдықметов Шадманбай. Ондай көше жоқ қой яқта. Шықпай жатыр ғой. Арғы бетте ол бет көшесі бар. Шадманбай, я? Шадманбай ата. Сыдықметов. Не найдено. Қырық па үйдің номері? Точно? Да, біз таптық адресімізді мінекей. Сайрам жилой массив Сайрам.
40А. Енді тип здания бізде дом. Почтовый индекс қазір мына жақтан көре саламыз. Почтовый индексті. Так. Почтовый индекс 16. Номер телефон. Телефондайчы? Өзіңіз ғой. 775 Ага. 829 Ага. 98 09. 09. Біз мына жақтан деятельность таңдаймыз енді. Изготовление керек бізге. Изготовление. Обрабатывающая промышленность дейді. Көрейік. Производство одежды, производство кожаной, производство прочей металлической минеральной продукции, прочих транспортных, мебели, производство прочих готовых изделий. Соны таңдайық. Производство медицинских материалов, производство игр, игрушек, спортивных товаров, музыкальных инструментов, ювелирные изделия, готовые изделия, не включены в другие группировки. Метель, щеток, производство прочей продукции, не включены в других группировок. С прочих изделий, сувениров, канцелярских изделий, металлической галантерии, прочих изделий. Производство мебели. Так, основцик. Производство табачных изделий, производство готовых металлических изделий, кроме машин оборудования. Резиновая основа фармацевтических резиновых пластмассовых изделий. Резиновых изделий, пластмассовых изделий. Пластиковых упаковок для товара. Соның оң жағында атамекен зданиясы бар бес қабат. Сол жерден фитнес клубтың оң жағынан шлагбаумнан өтіп, алдыңыздан кодет есік. Сол жерге келген кезде звондасаңыз болды, бесінші қабатқа көтерілсеңіз. Производство прочих пластиковых изделий деп қойдым. Нормально, Все. Так. Пластиковый есік терезе жасайтын компания бұл кісілер. Бір кісі әзірге. Я несу право соответствовать доверенности представленных данных. Хочу открыть счет банка, заключить договор страхования деген. Осыған птичка қойсаңыз, қазір банктың счет ашаса болмаса, біз оған птичка қоймаймыз. Далее дейміз. Кетті қазір бізгі. Енді қазір подписать етеміз жоғарыға. Так, флешка дейміз. Флешканы таңдаймыз. Сардор. Подпись. Так. Подписать дейміз. Подписать ететін кезде R-сан таңдаймыз. Вход егофқа кіретін кезде аутты таңдаймыз. Подписать деген кезде нені таңдаймыз, R-сан таңдаймыз. ЭЦП ключтегі. Сол естеріңізде болсын. Болды, одан кейін мұнаны обновить етеміз. Кіреді бір 15-20 минутта бізге ответ келеді.
то ашылды, ашылмады деген ответ келеді. Қазір күте тұрамыз. Достар, мінеке бізде ашылды. Заявка, неден заявка келді. Мінеке Шымкент қаласы әділет басқармасы заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу анықтамасы БСН, мына БИН 2030 наурыз күні ашылды. Акбар сервис групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мінеке басшысы, құрылтайшысы деймін, учредитель, руководитель. Мінеке дәл осылай болады. Енді қалған документтерді кейін айтамыз қалай жасау керек екен. Осы ең басты документі осы тоғының. Оның госрегистрация дейді. Справка госрегистрация.